қолымызды үзбей сыйластықпен жүріп жатырмыз. Сол атамыз мына жерде мен әке басы мал дәрігері болатын осы облысы совет өкіметін орнатып, сол жерде үлкен қызметті Родовик Люксембург деген совхозда Ленин орденіндегі совхозды басқарып отырды. Мінекей табылғандар осындай. Ал енді Мадияр, айналайын, сенің алдыңда мен бас ием, үлкен әке болсам да. Рахмет, айналайын. Мінекей біздің ағамыздың орынбасары болып, осындай үлкен той жасап отырсың. Енді мына жаңадан келген құдаларға айтарым, өтеген Павловның ауылы боламыз. Біздің төріміз сол, төркіні. Біздің ұзатылып отырған қыздың төркіні сол. Батырдың тұқымы. Бауыржан Момышұлы айтқан екен, қазақтың любой қызы батыр. Өйткені барған жерін басқарады, ел басқарады, отбасын басқарады. Сол батыр біздің бірі, сол біздің Ализа. Айналайын, ертеңгі күні біздің қызымыздың шекесін шертіп жүрмеңіздер. Большой отпор получите. Я в том числе приду на помощь. Жақсы ауылға барған қыз келін дейді, жаман ауылға барған қызды келсақ деп жасайды дегенде. Мінекей, Мәке, бірінші қуанышым құтты болсын, айналайын. Мен шын жүректен қуаныштымын. Бүгін сол өзіңнің әке, сен мен мені тәрбиелеген әкелеріміз жаттан шығар. Сондықтан да құрметті қонақтар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Екі жастың сіздеріңіздің әлгі тілектеріңізбен, сіздеріңіздің тілеулеріңізбен бақытты болсын. Осы біздің егеменді Қазақстанның ең жақсы отбасы болсын, бақытты отбасы болсын. Әрқашанда қадамдарыңызға ақ жол, өмірді шүбірлі болып, осындай тойға жетіңдер. Сендердің осындай